Қыздар, кеше ауылға бардық. Ауылдағы қара шаңырақта қайнымның үйінде кеше соғым сойылды. Сол соғымның етінен қазір жақсылап тұрып қуырдақ пісіретін боламыз. Жоғары шығыңыздар, бізбен бірге арнада болыңыздар. Мінекей, ауылдағы бүкіл қыз-келіншектің барлығы осы үйде. Ағал-жағал болып, қалжыңдасып жүріп, жұмыстың бәрін тындырып тастайды. Қуырдаққа. Қуырдаққа ең бірінші мынаны майға қуырады, қалған сарымсақты сосын жүзіне сұрап қояды. Қыздар, мінекей, қуырдақтың еті тартылып жатыр. Бұл жерде мойын ет, сан ет және қол еттен шөуінің қосындысы. Және сонымен бірге сочный болсын деген мақсатпен кішкене бауыр қосады. Мінекей, ең алдымен еттің барлығын өстіп тартып аламыз. Бұнда мына қыз-келіншектер біреуі етті тұздайды, екеуі шек-қарын аршиды. Далада ер азаматтарымыз соғым сойып жатыр. Барлығы көңілді бір той болып жатқандай үйде. Ауылдың дархан адамдары. Мен өзім, қоймаса қойдым ба? Міне, шойын қазан, кәдімгі шойын қазан, соған май құйылды, сұйық май, жарты литрдей май құйылды. Астында оты жанып жатыр. Астындағы от қатты жансын деген оймен ағашты өкіртіп тұрып салып жатыр менің абысыным. Мінекей, май қатты қызды. Енді осы пиязды саламыз. Дыбысын естіп тұрған шығарсыздар. Осы пиязды салған кезде бұжылдап қатты қызып тұрған май өні. Кішкене сәл-пәл қуырылғаннан кейін мінекей етті саламыз. Бұл тартылған ет. Өздеріңіз көріп тұрсыздар ғой. Анан әкелейік па? Мінекей, бір қазан. Үйдің ішінде бар жоғы бір 15-20 адамға толмайтын адамдар жүр. Бірақ қуырдақ 50 адамға дайындалады. Мінекей, тұздап жатыр, бұрыштап жатыр. Үйде жүрген қыз-келіншектер көмектесіп жатыр, ал кейбір апалар болса, осылай пакеттер әкеп тастайды, сөмкелерін әкеп тастайды. Мұна пакетте не бар қазір? Міне, ақ бота деген сусын, ашты сусын. Бірақ ауылдың адамдар ішпейді екен қазір. Көріспейді екен. Дей тұрғанмен бұрынғы өзі әдет бойынша осылай пакеттерін әкеледі. Шайын әкеледі, кәмпитін әкеледі. Енді бір той болып жатқандай қылды. Жақсы екен, е? Бала-шаға ойнап жүреді, бала-шаға қайда? Бақтырма. Сәлеметсіз ба? Мен Қайраттың әйелімін. Қайыр болсын одан соғымда. Рахмет. Ал бұл кісі осы ауылдың атасы. Қуырдақ күтіп отыр. Жұмсақ қуырдақ, тартылған еттен жасалған қуырдақ. Бірақ бір қызығы, бұл қуырдақты үнемі араластырып тұрып пісіру керек. Өйткені бұл жай ет сияқты емес, бұл ана қызып жатқан қазанның астына жабысып қалады. Мінекей, дайын болуына небәрі 15 минут қалған кезде бауырды саламыз. Бауырды салу себебіміз оның соғы шығып, сочный болады. Өте дәмді болады, қыздар. Қайнауға ақырындап қалды ма? Не өтіс қайнамай қалды ғой, чөті. Бірдеме салайық па, ағаш? Сап қойдың ба ағаш? Сондай бірдеме көп атады. Үстіне бірдеме. Ал мынау менің өте жақсы көретін қайным. Болашағы зор, иншаллах. Ақылды өзі. Қыздар, құлақтарыңа алтын сырға.
тастап. Бұл жіберіңіз, ярасын неге кетіп қалды, қалап кетіп қалды. Ой, жоқ. Жарайды. Дұрыс дейді. Ана, нені әкелейін ба, ожауды? Шамамен 45-50 минуттың ішінде мына етіміз бір-біріне жабыспай шашыраңқы болып тұрған кезде демек қуырдақ дайын. Міне қыздар, сондай дәмді, үлкен кісілердің тісіне жұмсақ, сондай күшті қуырдақ. Ал сіздер жақта қалай пісіреді қуырдақты? Комментарияға жаза кетіңіздер. Осы соғымнан бүкіл туған туысқа сыбаға беріп жібереді. Бір-бір жіліктен. Одан кейін ақпан, наурыз айларында соғым басына адамдарды шақырады. Ол тірі адамдар өз сыбағасын алды, ал енді осы соғымның шекесіне ортамызда жоқ адамдарға Құран оқытылады. Өлі разы болмай, тірі байымас дейтін сөз бар қазақта. Ал жарайды қыздар, аман, сау болыңыздар.